Астана қаласының тұрғыны мүгедек арбашасынан тұрып кетіп, елді таң қалдырды. Куәгерлердің айтуынша, аталған азамат бұл әрекетке қатты қуанғаннан барған. Оқиға орнынан тілшіміз. Қатты қуанышты болып тұрмын. Бүгін ентадан проблем тапсырып, наконец-то бір өзім қуантарлықтай балымды жинадым. Қуанып шығып келе жатсам, ағам коляскадан тұрып келе жатыр екен, оны көріп, вообще қуанышым еселенді. Бүгін мен үшін өте бақытты күн болып тұр. Негізі маған врачтарым айтқан, сол қатты шошып или немесе қатты қорқып болсын, шоковый состояниеде аяғың істеп кетеді деген тұғын. Сол білмеймін, інім как раз ентісін тапсырып болған кезде қатты қуанып шығып жатқанда мен де қатты қуанып кеттім да, қалай тұрып кеткенімді білмеймін. Бір қарасам, екеуміз бір-бірімізді құшақтап айналып жатыр екен, аяғым кәдімгідей істеп кетті. Енді мынау 140-қа рахмет, осы енті тапсыратын жер, осы жерде енді білмеймін, мен аяғым істеп кеткеннен кейін енді денсаулықтарында емдейтін жерге айналатын шығар осы жер. Рахмет, інім де тапсырып шығып жатыр ғой, екеуміз қуанғаннан. Жақсы тапсырды. Мен де аяғым жүріп кеткенде қатты қуанып тұрмын осы жерден. Рұқсат болса камераға бір нәрсе жіберсем бола ма? Құрметті астаналықтар, инвалидный коляска сатам, тиімді бағада, если что, хабарласыңыздар. Сол номерімді қалдырып жібересіз ғой астына. Светлана Тестова, Аманжан Убытыев, ПТК арнасы.